Қоқыс жәшігі. Жаз мезгілі. Айнала жасыл кілемге оранып табиғат құлпырып сала берді. Күн сәулесі барша әлемді жылулығымен нұрландырып тұр. Әсіресе орман іші ерекше тыныш, көлеңкелері саялы, ағаштардың түбінде небір жидектер, саңырау құлақтар самсап өсіп тұр. Биік қарағайлардың ұшар басына кейде көз жетпейді. Осы қарағайлардың арасында біреуі өте тәкаппар екен. Ол өзінің жуандығын, биіктігін, бұдақтарының көптігін, жарырақтарының қанық түсін мақтан етіпті. Әлемнің әр елінен келген саяхатшылар бұл ағашты көрсе құшақтап, бірден суретке түсе қоятын. Оны сезген қарағай басқа туыстарына мұрнын шүйіріп қарапты. Өзінен сәл аласа ағаш көрсетіпті, менсінбейді. Бір күні күтпеген жерден ағаш кесуші адамдар келіп, дәл осы қарағайды тамырымен жұлып алады. Жылдан болған оқиғадан қарағай еш шейіп үлгермепті. Бірақ болған іске ойланып, мені жайдан жай кескен жоқ шығар, қайта адамдарға пайда келем, мүмкін қымбат жиһаз жасайтын шығар. Жоқ, мен әдемі бау-бақшаны қоршайтын шарбақ болам. Болмаса балалардың дәптер кітаптары қарындаштарымын. Қызық, мен енді не болады екем? Бірақ тәкаппар қарағайдың мүлде ойламаған дүниесі болды. Шеберлер одан көшеде тұратын, қоқыс салатын әдемі табиғи қоқыс жәшік жасап шығарды. Содан бастап қарағай қоқыс жәшігі қайғыланып, қатты жылады. Бір күні қоқыс жәшігінің жанынан өтіп бара жатқан құмырсқа тоқтап, «Сен неге жылайсың? Мен қоқыс салатын затпын, неге лас, керексіз затқа айналдым?» «Қалай керексіз зат? Сен білесің бе? Сен болмасаң не болар еді? Көше мен айнала қоқысқа толып, дүние жиіркенішті мекенге айналады. Сен тазалықтың жаршысың, сенсіз өмірдің мәні болмайды. Рас па?» «Әрине, сондықтан биік қарағай болғаннан да мына қызметің маңызды». Мұны естіген қоқыс жәшігі айналаға тұнық көзбен қарап қойып, көңілді әнге салатын болды. Разия Акбар Өмірсерік қызы.